Қанас пен қом өзені, ғасырлар бойы көмбірлі домбыраның қос шегіндей, кешулі күй шертіп, Алтайдың ақбас шыңдарынан нәр алып, баурайындағы бар тіршілікке қуат сыйлап, адамзат мәдениетінің шұғылалы белесін тарихқа ку еткендей. Еліміздегі бірден бір солтүстік мұзды мұхитқа құятын Ардалы өзен ертістің арнасын толтырған, Алтай бетіндегі 12 өзеннің ішіндегі ең үлкені Буыршын өзенінің бастау алған жері. Атағы Алталашқа танымал, қар жамылып мұз құрсанған, сырлы да сымбатты достық шоқысы екені анық. Әне сол, төрт ел достығының айғағы болған, достық шыңынан тарамдалып Ақкөлге, одан Қанас көліне құйып, одан Қанас өзені қоммен қол ұстасып, Сұмдайырықпен сұхбаттасып, буыршын болып буырқанып, қайдасың ертіс, қайдасың мұзды мұхит деп жөңкіле жөнеледі. Осы өңірде өсіп өрбіп тіршілік еткен қазақ халқы сан ғасырдан бергі тұрмыс салтынан мүлде жазбаған. Мөлдір шыққан малынған әр таңы мен шуақты күн сәулесі қазақ халқына ақ көңіл мейман дос шымпейіл сыйлаған. Құзар шың асау өзен долы боранды бой сұндыратын ер жүрек батыр мінез бағыштаған. Олар асқақ үмітпен, маңғаз көңілмен, көшпенді ұлттың көктемге деген арманын, жазға деген шаттығын, күзге деген қанағатын, қысқа деген уайым мазасыздығын арқалап, көшпенді ұлттың талықпай талпынатын рухына мұрагер етті. Көшпенді ұлттың мінез құлық ген дағдысынан мүлде жазбады. Байтақ өңір бір түндақ, көктемнің майда самалы мен төл алу мезгіліндегі күннің жанға жайлы шуағынан оянғандай. Тәуір айы сәуір, төрт түлік малдың төлдейтін, әрі малшылардың бел шешпейтін айы. Дер, мұны жаң. Жеріп тұрмын. Өй, мұны қайда бұрат? Буыршын ауданы Шұңқыр қалашығы, Қызылтас қыстағының малшысы, Минатқан ұлы Қадырбек семьясы тағы бір қарбаластыққа түсті. Қадырбектің екі қыз, бір ұлы бар. 230 тұяқ қой, 36 бас сиыр, 30 бас жылқы, 2 автокөлігі бар, қыстақтағы ауқатты отбасы саналады. Қадырбектің 2 саулық қойы қыстақтан 10 километрдей өрісте қозылағандықтан Қадырбек жаңа туған төлді Кереғапқа салып алды. Кереғап қазақ малшылары өрісте туған қозыны салып алып жүретін киізден тігілген қоржын тектес құрал.
Көктемейтін мұны құрғақ тұр ғой. Ан көріңені саңғыны. Көршісі Екпін Иманбекұлы Қадырбектен биылғы көктеу жайын ұғысуға арнайы ат басын бұрды. Қадырбек кезінде осы қыстақта 11 жыл қыстақ партия яшайка шужиы 4 жыл қыстақ бастығы міндетін атқарып, 2008 жылы шегінген. Мал бағу тәжірибесі мол Қадырбек Екпін Иманбекке биылғы көктеу жағдайын қысқаша байымдап берді. Қазір тістер жоқ міне. Сондағы жер ана ішінара қойды тамағын егіскен. Баспа қол. Оны үшін седен қоймайды. Қоймағанмен баспақ болған қойдың алқымы басысып кетеді. Бүгін Соңғы жылдары малшы қауымының тұрмыс деңгейінің жоғарылауымен қазақ ұлтының дәстүрлі дене тәрбие қимылдары қайта жанданып, белдеуінен бәйге үзбейтін отбасылар көбейе бастаған. Осыған орай ауыл қыстақтарда болатын той томалақтарда бәйге салып, алдынан неше 10 мың юан әуелі жеңіл автокөлік сыйлайтындар да көбейген. Қадырбек те бәйгеден дәмелі қоңыратын күні бұрын баптап, терін алып, көршісінің көмегімен жарата бастады. Ертелі кеш бабын біліп күйіне қарай оттатып, қаншырдай қатырған қоңырат, міне бүгін де қанша шапса да болдырмайтын зар бабына келе бастады. Қазақ атбегілері әдетте тіл көзден сақтау үшін жүлделі жүйрігін кежімдеп ұстайды. келіңіз. Ары қарай келді. Қазір маған көрсетті ана жердің терін. Қаншалық терілген. Әлі бордақ бар мұнда. Бордақ бар. Ертең демалса бір суыны жақсырақ алса, мұна бордақ жоғалу керек қой мұнан. Бұлау, босатайын бұл, доқтаны? Ой, доқтаны қойы берейін, да? Көктем тарпаң мінезді құнан дөнендерді үйрететін мезгіл. Қазақ ұлтында атпал азамат қана асау үйрет алады дейтін аталы сөз бар. Қадырбектің 26 жастағы ұлы ұлан дәл сондай қайсар азамат. Қадырбек жас шағында ат үстінде қайыс тартуда болсын, әлде бұқа тартыста болсын, алдына жан салмаған жан. Ұлы ұлан да әкесі секілді шуасауды үйреткенде ғана көңілі жай табатын. Мінекей, құрық түймеген шуасауды шай қайнатым уақытта ақыры жуасытты. Сондай-ақ ұлан шуасауды ноқталайтын қалың малшының мықты қолғанатына да айналды. Ардақ ішін тартқан сайын мөңкітін. Ең көп мөңкейді. Қазір тоқ ана. Мөңкей алмай жүр. Ертең ішін тартқанда тіпті мөңкейді. Бүгінгіден жоғары ма ертеңгі мөңкі ғой? Ертең жоғары болады ғой, ертең ішін тарты болады ғой. Мынау өзіне жорға түсетін ұқсайды. Кеште Қадырбек пен әйелі бүйеннен жасаған еміздікпен уызға жарымаған төлдерге сүт берді.
Geldi mi? Mamacığım. Karnın aç. Karnına Toyba aldı. Bay. Rus bol, kötü nasıl Rus salat. Töl alуу mezgilinde salt boyunça қатырған уызға сүрек және қойдың құйрық майын қосып, дастарқан жайып, дос-жаран көрші қолаңдарын шақырып күтеді. Қонақтар үйіне қайтқанда түн жарымынан асқан еді. Қадырбек пен Ұлан табынды аралап, төлдеген қойдың бар жоғын бағамдап шықты. Сонымен осы түн тыныш та берекелі өтті. Тағы бір таң атты, малды өріске шығаратын кезде болды. Қадырбек отбасы қозыны енесінен бөліп қарбалас күй кешті. Қозыны бөлмесе енді ғана туған төл кенже қалады. Ay, marka qozdıraq qalğan. Осы кезде екі саулықтың қозылауы тым қиынға түсті. Себебі қозы теріс келген. Мал бағу тәжірибесі мол Қадырбек жедел қамданып жетіп үлгірді де, шеберлікпен қозыны суырып алды. Әрі дереу аузымен үрлеп тыныстандырды. Мынау арғыры басы қайып, мойны қайрылып қапты. Мынау өзіңнен туалмай. Мынаны байқап тұрмаса, болмағанда қозы өліп қалады. Көрдің бе? Әзіліп қалған. Ертемен үйден шыққан Ұлан 60 километр шалғайдағы Алтай тау сілемінің тармағы болған Қызылтас баурайындағы өрістегі үйірлі жылқыны айдап тал түсті ауылға жетті. Тат. Ана алдынан бері неме таяғынан шықсын. Осы мезгіл жылқының жал құйрығын күзеп, тайынша торпаққа таңба басатын, пішпелерді пішетін кез. Таңба қызды ма? Қызды. Әгер қай шакыл алды ма? Шапын алмайсың ба? Жоқ, қай шымен алмаса. Ана таңбаның орын басатын жерді қырқып самаса, жабақ емес бұны. Қарымды Ұлан тайларды құрықтап, әкесінің тай құнанды күзеуіне көмектесті. Bak, moynalı. Moynalı falan tartıp otur. Qaraj. Vay bana ötpekin. Suyuq bok qoladi. Tay da sol. Күзесі қой болып өседі. Күзесі қойып өседі. Қатты болады жал құйрығы. Өте шынды ұстағанмен обал ғой.
Тұра бат, жалын, құлақтап тұр, жалын аламыз. Кекіл кішкене қойып қойымыз, кішкене бала секілді. Кішкене баладырға кекіл қояды кішкене. Бұдал кішкене қойып қазір. Ана. Енді қоя бер. Енді ана құнанды ұстап, құнанды үйретіп ұста. Жирен қасқа құнанды ұста. Çalmanı kartı serpip laktırsan, laktırgan yerinden ілінеді. Ақырын тыстаған çalmak түспейді. Алып тастайсың? Koy ayağımı ettim. Kılay ona tut. O ne var? Қадырбек малына таңба басып ен салды. Bugün ne olacak? Koy ver. Bana kulaktın. Kumuskan ileğine. Kumuskan ileğine koysa. O suyunu balat basma. Tartsanız. Bas ver. Түсті Қадырбек көршісі Қабаяқ сақалды ертіп келіп, қоңыр айғырын піштірді. Noktasın sana. Kalk. Gel. O zaman. Evet, bak. Dur. Endi basattan. Babana çansına kıpırma. Aldın zaten. Hadi. Көшпенді ұлт міне осылайша уақыт керуенінің өтуімен өзінің тұрмыс өндіріс әдетін жүйелі орналастырған. Көктем тілек тіленіп, арманға талпынатын мезгіл. Осы шақта малшылар төл алу, қозыны енесінен бөлу, малға таңба басу, малдарды пішу жұмысымен қарбалас болады. Шуақты күн райы малшылар қауымына болмашы рахат сыйласа, мал басының молаюы малшы қауымына болашақ бақытты тұрмысты аңғартқандай. Қадырбек отбасы Наурыздың ортасынан мамырдың орталарына дейін төл дәулікте отырады. Мамырдың соңына қарай орта жайлау ұлан бұлаққа көшеді. Қадырбек семьясы түрлі себептермен биыл осында жайлап қалды. Қой сау, күзем алу, қоралы қойды тойындыру осы отбасының жазғы тірлігінің табан тірер тиянағы.
Мынау Буыршын ауданы Үштас жайлауындағы Ақтас өңірі. Алпысты алқымдаған Ешен Ақсақал отбасы төр жайлауға көшудің қамына кірісті. Отағасы қолындағы 750 тұяқ қой, 40 бас жылқы, 50 бас сиыр мен 22 бас түйені айдап, 100 километр шалғайдағы Емегейті төр жайлауына 4 күнде көшіп баруды жоспарлады. Ешен Ақсақал ұлдармен бірге түйелерін жиыстырды. Арқан бірдеңе келмеді өстек. Жаңа жуақтарын ұстап алайық содан кейін. Соған қаймақта. Қалыңда құрымына. Ада сілбізі бермеке, сілбізі тағымды. Түйден жылып көтеді сосын. Үлкен дөшім қойшы екен, мұна. Ne şundan? Osman çamda gider. Aç. Bir sürü şundan. Şundakine. Çok. Öte vakit be yavrum be. Tez oraya. Tez oraya. Çelkesine. Çelkesine beni koy bak. Tömen bana. Arkanı götürüp bana değil. Çekin. Yakacağım da tömen. Gerçi mi ne? Ne sorun? Arkanı götürüp bana. Çomdat buydu. Duralmaydı ғой. Duralmaydı sol. Koğul kaydı sosun. Үйренеді, тез үйренеді. Çoşamdamaydı. Түйеге жүк артқанда алдымен туырдықтан өркөшін орай келістіріп қомдайды, әрі түйенің белін толтырып шомдайды. Бұл әрине түйенің белінің талмауына, жүктің жол ортада ауып қалмауының маңызды кепілі. Жайлауына жеткенше түйенің қомы шешілмейді. Мына басаймыз бардына. Sen kısıpsız bana canım çatarsın. Biraz bosatayım. Kışkına olsun. Artık kendi olmasa olmuyor. Çoşayak parasın artık. Çoşayak. Çok. Bırak. Bırak. Numara koy. Çoşaksın nerede? Olu ekstem var da sorun. Kopakta durun. Бейжамал мен келіні көші-қонның қарбаластығына түсуде. Немене жинасаңыз? Жан басасаңыз ба? Жан басасаңыз, ассаң ғой. Жан басасың. Енді аузын байлайды жүрмін. Иә, аузын жақсылап байлап. Ешен Ақсақалдың ұлы мен бақташы жігіт батар күннің кешкі шапағын жамылып, қой табынын қораға айдап келді. Күн де батты, мал да қораланды. Ешеннің үшінші ұлы Серікбол мал санаудың майталманы. Малшылар ұзақ уақыттық көшпелі тіршілік барысында мал санаудың түрлі тәсілін мықтап игерген. Неше басты? Екі
Ne oldu ekmeği de alekene? Екеуі табылды ма? Қалған түгілім. Қозы бөлу жұмысы аяқтағаннан кейін малды түгендеу, жайлауға көшу алдындағы маңызды жұмыс. Kaç. О минді сөмені татар. Түн ортасы көшу жұмысының барлық дайындығы тамамдалды. Ешен отбасындағылар енді ғана пеш қасқа отырды. Мен әлі қақпат болғанда. Таңертең елең алаңда Ешен отбасы үйін жығып көшудің қамына кірісті. Әр адамның жұмыс бөлісі анық, жұмысты тындырымды істейді. Төртесі емес осы. Шөсі. Ертең оны қанша екен? Ары қарай. Ардақ тіреп. Hal be. Ya bismillah. Мәшінен жүк кете бер. Gözün artadan mısın kalıpsa artatın artadan. Andara basılsa berte bakışken. Bura kurmanaldıra basılsın. Шырт ұйқыға шомған немересі Баяшат пен Ершат киіз үйдің жығылып көшіп жатқанынан мүлде хабарсыз. Tuz boş elinde tüyün. Avramız. Oradan da. Ben avdarı diyor. Boş alıp tuttum. Oradan bak. Bu getirip burası hani giyen dağlar baskısı. Kıska baktırsın. Anda kıska bak böyle. Toktama. Buna basın tamam getirir. Ana otu söndürüp ötündür. Ana otu söndürüp edettenindir. Ana öt hazır koktum örtönbөгенменен кейін күзді тысап кетсеңдер өртөнүп кететін жағдай болады. Сонда әдет болады. Жақсы әдет қалыптастырды мына көші қонда.